Армысың телекөрермендер, Ботай Ньюс YouTube каналында Самратпен сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаның қонағы чемпион Айдос Сұлтанғали. Айдос, қош көрістік. Осы 26 жылдан кейін жаңалық болған жеңісіңіз құтты болсын. Бұл Қазақстан Республикасының бағындырған бересі десек қателеспейміз. Осы жеңіс тұғырынан көрінген сәтіңізді айтып өтсеңіз. Бұл жеңіске ең бірінші сол күреске 2006 жылы келдім. Содан бері маңдай терін төгіп, қанша күш сарпып, еңбек еттік. Және шамал ақыл тоқтатып, үлкен спортқа қадам басқаннан кейін әлемді, олимпиаданы бағындыру түпкі мақсат ниет болды сондай. Және де оны ішіне күрестің кірген сайын бізде жаңа әлем чемпионы жаңа 99 жылы соңғы рет шыққан, оған дейін жаңа 26 жыл болды деп жатсыз. Соны бір жаңарту, Қазақстаннан жаңа біздің күрестен оның ішінде жаңа алтын шықса деген өзіміздің арманымыз болды. Бұған дейін енді маған дейін қанша ағаларымыз, бауырларымыз күресті, тек жаңағыдай бір саты ғана жетпеді сол алтынға. Екінші орын алған ағаларымыз болды, үшінші орын алған аға бауырларымыз болды. Сол енді сол алтын солардың ішінен маған беріп тұр екен, өте қуаныштымын. Бұл жеңіс оңай келген жоқ. Сол 2006-дан бері төккен маңдай терінің арқасы. Енді өмір баяныңызды ақтарып отыратын болсақ, осы Петропавл қаласындағы спортқа бейім балаларға арналған, мамандырылған мектеп-интернатында тәлім-тәрбие алған екенсіз. Осы аталмыш білім ордасында қай жылдары білім алдыңыз? Мен 2006 жылы күреске келдім. Одан кейін Қызылордада бірінші тренерім Райымбек Хабиден ағайым болды. Және мені 2009 жылы осы Петропавл қаласында дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына жіберді. Және осы жақта мен тренерім Сералы Викторович деген ағайым, сол кісімен осы үлкен спортқа жақсы қадаммен, жақсы результатпен сол кісімен бастадық деп айта аламын. Және де 2014 жылы мен оқу бітірдім. Өз ауылыма барып Қызылордада университетке түстім. Бірақ о жақта көп ұзамай жарты жылдай жүрдім да, сонымен осы жаққа қайтадан келдім. Осы жақта дайындалып, жаттығып, менің жаңа ересектер арасында Қазақстан чемпионатынан ең бірінші финалға кірем, екінші орын алам. Содан бері міне ұлттық құрамадамыз. Ағайларыма сансыз рахмет айтам, басым дейм. Енді Қызылжар қаласының құнарлы топырағында Балуан Шолақтың ізі қалды. Қажымұқан Мұнайтпасовтың табаны тиді. Және де чемпионымыз Нұрғожа Қайпанов та осы спорт мектебінде шыңдалды. Осы бір сәйкестік пе, әлде спорттан әбден мүмкін, бәрі болуы мүмкін. Өйткені енді Балуан Шолақ, Қажымұқан аталарымызды біз енді ертегі сияқты алыстағы кісілер болғаннан кейін бір ертегі сияқты көретініміз. Оны жаңа үйдегі үлкен кісілер, ата әжеміз айтып, ол кісілер айтқанда бізге бір ертегі сияқты болып отырады. Мүмкін сол кісілердің табаны тиген жер болғаннан кейін ба, бәрі себеп болуы мүмкін. Және де жаңа Нұрғожа Қайпанов бауырымыз бізден бір сынып төмен оқыды. Енді қазір енді интернетте жарыса жазып отыр ғой. Бірі біздің жаңа Петропавлдың мектеп спорт интернаты мықты деп, екі бірдей әлем чемпионы шықты деп. Енді сондай мектебіміз жоғарыға көтерілгені абыройлы болған үшін біз үшін мәртебе, біздің еңбек ақталды. Егер біздің мектебіміз сондай мақтауға, сондай дәрежеге жетсе, біз шын жүректен қуанамыз. Сол мектептегі бапкеріңіз жайында айтып өтсеңіз. Жаңа айтқандай Сералы Викторович деген, сол мен 2009 жылы осында оқуға түскеннен мен оқу бітіріп, әлі күнге дейін ақыл кеңесін айтып, өмірлік болсын, спортта болсын, менің қасымда табылуға, біз
хабарласып тұрамыз, ол ешқандай не жоқ. Сағынсам ауылдың бәрін тастап осы жаққа келіп тренировка істеп шынығып та кетем. Өте тығыз байланыстамыз. Және ағайларымнан осы жаңағы менімен оқыған Дәулет, Бауыржан деген достарым бар. Олар қазір сол ағайымыздың қасында, біреу оң қолы, біреу сол қолы бапкер. Сол кісіге өзіміздің ағайға көмегін беріп, тоже өздері шәкірт тәрбиелеп жатыр. Енді өзіңіздің өмір баяныңызды сөйлетіп өтсеңіз. Мен 1996 жылы 7 ақпанда дүниеге келгем, Қызылорда қаласында. 7 классқа дейін 101 орта мектепте оқыдым. Одан осы дарынды балаларға арналған спорт интернатына түстім Петрополда. Одан кейін Қызылорда Қорқыт Ата атындағы университетке түстім. Сол жақта диплом алып, осы мамандықты бітірдім. Дене шынықтыру мамандығын. Сол 2017-де, қателеспесем, 2017-де ұлттық құрамаға ересектер арасында кірдім. Содан бері міне әлі ұлттық құрамадамыз. Бұл жаққа оған дейінгі жеткен жетістіктеріміз ересектер арасында Азия чемпионы болдық. 2 рет әлем чемпионатының қола жүлдегері болдық. Ұтылған кездер де болды, тымсыз айтқан. Енді осы жолы алтын бұйырыпты. Осы чемпион Ризабек Айтмұқанның әңгімесін тыңдайтын болсақ, оның әкесі, атасы осы бос кілемде өнер көрсеткенін айтады. Сіздің әулетіңізде сондай бір спортпен айналысқан адамдар болды ма? Жоқ, мен әулетте әкем де, шешем де, менің жақындарым десем болады, ондай спортпен шұғылданбаған. Бірақ енді нағашы аталарым көкпар шапқан, бұзықтау деп еститінмін. Көкпар шапқан кезде басқаларға жаңағыдай айтады ғой. Енді мықты ойнаған деп айтады. Оны жаңа анамыздан естиміз. Мүмкін сол кісілерге тартқан шығармын деймін. Енді ана демекші 2018 жылы шыққан сұхбатымызды оқып шыққан едік. Анамның алдында жеңіліс тапқым келмейді деп айтқан екенсіз. Осы анаңыз бірге күреске бара ма сізбен? Жоқ, күресімді менің тек бір 2-ақ рет көрген шығар ол кісілер. Осылай трибунада қарап, 2-ақ рет, оны біресе кішкентай кезімде, одан ересектерге енді қадам басып атқан кезде көрді. Екіншісін телевизордан қарайды. Енді анау жаңа статусы төменірек турнир болса қарай алады. Жаңағыдай әлем чемпионаты, Азия ойындары, Азия біріншілігі болатын болса, ода енді қарау қиындау болады. Осы жеңіс пен жеңіс жайында айтқанда, адам жеңіс тапса, төзімділік, шыдамдылықты таныта алады, ал жеңіске қолы жетсе, өз-өзін ұстай алмай, жұлдыз ауруына шалдығады дейді. Ол тек қана спортта емес, ақындардың арасында да айтады, әншілердің арасында да айтылады. Жалпы болашақта өзіңізді сол жеңіс тұғырында ұстап қалу үшін қандай әрекет жасайсыз? Енді бұл кедергіде мен сол 8-9 класста өтіп кеттім деп ойлаймын. Өйткені сондай моменттер болды. 8 класс, 9 класс оқып жүрмін. Ондай қатты тренировка істемеймін, бірақ жарысқа барамын, бірінші орын алып. Сол кезде бір қалай айтсам болады, шамалы жұлдыз ауруы оғандай болды. Ол кезде сразу ағайлар есімді жидірді. Айдос, олай болмайды. Тренировка істеуің керек, бұл результат бізге қалай айтсам болады, маңыздылығы шамалақ. Сен ертең ересектер арасында жетуің керек, оған дейін сен жету үшін өзіңді жаңағыдай ұстай білуің керек деген сияқты өз ақылдарын айтып, мені бұрылып бара жатқан жерінен қайттан тура жолға түсіріп қойды. Шүкір, солда мен кішкентай кезімде өтіп кеткеніме қуанам. Өйткені қазір енді мынандай жетістікке жетіп, дандайсып, адам менсінбей
жұлдыз ауруына ауыратын болсаң, ол енді халық оны кешірмейді деп ойлаймын. Енді Ұлық болсаң кішік бол дейді ғой. Барынша жаңа анам да әкем де сөйтіп всегда айтып отырады: Айдос, ұлық болсаң кішік бол. Сен кішіпейіл болған сайын абыройың артады деп. Соны әке шешең айтқанын қылуға тырысамыз. чемпион атанған Наталья Богданова замандасымыз облыс әкімдігінен 5 миллион теңге алды және де көлік алды. Осы Петропавл қаласына келген екенсіз. Сізге не берді? Маған біраз нәрсе берді десем болады. Жылқылай да беріп жатыр, ақшалай да беріп жатыр. Бай болып кетіп бара жатырмын енді Петропавлда. Болашақ чемпиондарға қандай ақыл кеңес айтасыз? Шыдамдылық, төзімділік, алға қойған мақсатқа қандай сәтсіздіктер болсын, қуанышты сәттер болсын, еш оңға солға кетпей, тек қойған мақсатына ұмтылып, өзінің дегеніне жететіндей жігер, қайрат, намыс болса, бәрі болады деймін. Осы мен атап өткен қасиеттер бойдан табылса, жеңіс оңай келеді деп ойлаймын. Енді Айдос Сұлтанғали қайда жүр деп іздеу салған едік. Біреу кездесуде жүрді деді. Енді соңғы жауап шеберлік сағатын өткізді дейді. Осы шеберлік сағатында болашақ чемпиондар сізден қандай ақыл кеңес сұрайды жалпы? Өкінішке орай негізі солай болған. Жаңа шеберлік сабағы болатын болып, ол белгілі бір себептермен болмайтын болып қалды. Бірақ бұған дейін де мен келіп шеберлік сабақтарын көрсетіп, білгенмен бөлісіп өмірі келем. Ағайларым тек Айдос кеп кет дейді. Болды, ағайлар айтты, мен залдамын деген сияқты. Арамыз қанша километр ұзақ болса да. Енді 30-дың ауылына қарай беттеп барамыз. Шәкірт тәрбиелеп жүрсіз бе? Жоқ, өзімнің жаңа қасымда көмектесетін жаңа спарринг партнерлар бар. Осы жақтан жаңа Бауыржан деген бауырымыз бар. Қызылордада Алпамыс, Нұрбол деген. Одан жаңа ұлттық құрамада енді Ғалым, Айбек, енді айта берсең көп. Сол кісілермен жаңа спарринг партнер болып, егер солардың бір қателігін несін көрсем, сонда түзетуге тырысам. Ал егер мен бәрін тастап тек жаңа оқушы тәрбиелеймін деп кететін болсам, ол кезде өзім жаттығуым артта қалып қоятын болды. Сондықтан мен қазір бүкіл акцентті өзіме жасаймын. Ертең өзім карьера аяқтап, жететін нәрсеге жеткеннен кейін барып, толыққанды айналысуға болады ол нәрсе. Енді сізбен кездестіруге себепкер болған осы белдікке жеткізілген қарсыластарыңыз жайында айтып өтсеңіз. Енді кіммен күрестіңіз? Бұл әлем чемпионатында ең бірінші американдық палуанмен күрестім. Өзі бір ыңғайсыздау бір қарсылас болды. Және де онымен күресіп жатып құлаққа жарақат алдым. Шынтағы тиді. Одан кейін израилдық палуан. Онымен күресіп қасым жарылды. Содан орап келесі схватка жаңа солтүстік кореялық палуан. Бұмен біз бұған дейін 2 рет кездескенбіз. Біріншісінде мен ұтқам, екіншісінде ол жеңіске жеткен. Үшіншісінде енді абырой болып мен жеңіске жеттім. Финалдың алдыңғы белдесуде грузиялық палуан 2-1 есебімен ұтылып жаттым. Соңғы 32 секунд қалған кезде 4 балдық әдіс жасап, араммен алдыға шығып, жеңісті жұлып алып кеттік. Және де финалдық белдесуде өзбекстандық палуан, бұнымен мен 1,5-2 ай бұрын Венгрияда өткен турнирде күрескенмін. Мен жаңағыдай запрещенный прием жасады деп, мені жарыстан снимать етіп сап, мен жеңіске ұшырағам. Содан кейін мені 2 айдан кейін күрестік. Мен ойлағаннан тез бітті. Сөйтіп, алтыннан алқа тағып, белбеу тағып келген жайымыз бар. Ереже бұзды деп шығарып тастағанда сізге
кері әсерін тигізбей ме? Жоқ, бұндай нәрселер мені керісінше қамшылайды, шабыттандырады деп ойлаймын. Менің адресіме айтылған жаман сөздер болсын, жаман ойлар болсын, жеңілістер болсын, сәтсіздіктер болсын, мені наоборот бұл нәрсе андай айтсам шыңдай түседі. Анау мысалы ұтылдың ба, нормально. Зато қасыңдағылар бір тазарып қалады. Әр істе бір хайыр бар дейді. Бұл нәрсе мені сындыру емес, наоборот алға қарай жетелейді. Соны дұрыс қабылдап, дұрыс түсініп, анализ жасап, ары қарай жолымызды жалғастырамыз. Енді Қызылжарлық ағайынға сәлем жолдап, ақ жол тілеп қойсаңыз. Қызылжарлық бауырларыма, ағайларыма алғысым шексіз. Ол кісілердің осы жетістікке жетуіме себепкер болды, қанша көмегі тиді. Ол бір ғана менің ғана еңбегім емес, ол қанша ағайларымның маған көмектескен спарринг партнер, достарым, ағайларым, ағаларым, тәтелерім де бар осы жақта. Сөзбен, іспен, біреу қаржылай болсын, жан жақтан көмектесті. Сондай менің жан жағым бүтін болғаннан кейін мен күрестен басқа еш нәрсені ойламадым. Тек коверға шығып күресу ғана қалды. Өйткені жан жағымда менің тіректерім бар. Аллаға сансыз шүкір. Алғысым шексіз. Мен ол кісілерді құрметтеймін, жақсы көремін. Басым дейіп рахмет айтамын. Енді адамды берген жауабы емес, сұрағына қарап бағалаймыз ғой. Осы сұхбат барысында қойылған сұрақтар көңіліңізден шықты ма? Әрине шықты. Сұхбат жақсы көремін. Уақыт бөліп, осы бізбен сұхбаттасуға уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.